Шындық керек пе? Бұл өмірде бәрі сатулы. Арда, ұятта, ұрпақтың болашағы да. Осы ащы шындықты Шерхан Мұртаза баяғыда-ақ ескерткен. Бірақ ешкім елемеді. Егер сен бұл сөздердің астарында не жатқанын білгің келсе, ұлы қаламгердің бір кем дүние атты афористік ой толғамына бірге үңіл. Бұл тек сөз емес, бұл ұлттың жан айқайы. Шерхан Мұртаза. Бір кем дүние. Дуананың жирен қасқасы. Қасиетті қарт Қаратаудың қойнында Қарағай деген байдың 99 жирен қасқа тұлпарлары болыпты. Қанша дәулет бітсе де, бай қуанар егізге дегендей, байекем сол сәйгүлік жирен қасқалар 100-ге жетсе екен деп армандапты. Бірақ Құдайдың құдіреті, биелері қайтып жирен қасқа құлын тумай қойыпты. Сондай күндердің бірінде бай ауылына ел кезген бір дуана келе қалады. Қараса, астындағы аты жирен қасқа. Бай жігіттерін жұмсап, дуананың атын тартып алады. Бұдан асқан қорлық, бұдан асқан зорақылық бола ма? Сөйтсе, дуана жай дуана емес, қызыр шалған әулие кісі екен. Таудан арқырап аққан асау өзенді бөгеп тастап, жирен қасқамен өрге шапшып, бай ауылын қарғап кетіпті. Бай дәулеттен айырылып, қайтып мал-мүлік құтаймай қойыпты. 99 жирен қасқа хикаясын айтқан Өмірбек бай келді. Біреуі-ақ жетпеген. Дуананың қарғысынан Қарағай елі, еңбек ері Байгелдінің тұсында ғана арылған. Құр алақан. Жарты әлемді жаулаған тағы бір жаһангер, Александр Македонский, Ескендір Зұлқарнайын өлген соң табыттан қолы шошаңдап шыға беріпті. Бір данышпан алақанына бір шөкім топырақ салған соң ғана қолы сылқ етіп табытқа түсіпті. Сөйтсе, Ескендір тірілерге: «Ей, жарандар, мен дүниенің жартысын жаулап, алтыннан тау тұрғызсам да, о дүниеге ештеңе алып бара жатқан жоқпын. Міне, қараңдар» деп алақан ашып көрсеткен екен. Қайран дүние, тіршілікте кім тойған? Адамның ашқарақ көзі топыраққа ғана тояды. Бер кем дүние. Ауыл иттері. Ахмет Байтұрсынов. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарға асқаны, атқаны. Маған ауыр осылардың бәрінен өз аулымның иттері үріп қапқаны деп еді-ау. Әттең, дүние-ай, 1937 жылы біздің әкейді де, өз аулымыздың шолақ белсенділері нақақтан жала жауып, ұстатып жіберді де, жоқ қылды ғой. Обалы кемге? Қорлықты көп көрдік қой. 1937 жылы халық жауы деп ұсталып, атылған, айдалған, асылғандардың бәрі кейін ақталды. Бірақ жазықсыз жапа шеккендер қайта тірілген жоқ. Бір кем ғана дүние ме екен? Орны толмас орасан обал дүние. Итаяқтың кесірі. Шілденің шықылдаған ыстығында күншығыстан қарасаң, күн батыс жақта келіншектау ағып жатқан асау алтын өзен сияқты. Күннің аптабы қайтып, кешке салқын түсе келіншектау анық көріне бастайды. Сонда келіншектау туралы ертедегі аңыз еске түседі. 30 күн ойын, 40 күн тойы болып, байдың қызы ұзатылады. 40 түйеге артылған жасаудың бәрі алтын, күміс, гауһардан екен дейді. Ұзыннан ұзақ созылған дәулетшар көштің алдында келе жатқан қыз әкесі қызынан: «Қалай қызым, жасауыңа көңілің тола ма?» деп сұрапты. Сонда ұзатылып бара жатқан қыз: «Ризамын, әке, тек итаяғым алтыннан болмады-ау» депті. Мұндай тойымсыздыққа не айтарын білмеген әке байғұс қос қолын теріс қарата жайып жіберіп: «О, қанағатсыз мұндар, қаратас болып қатып қал» деп қатты қарғапты. Қарғыс Құдайдың құлағына шалынып, бүкіл асыл көшілезде қаратас болып қатыпты да қалыпты. Қанағатсыздыққа, тойымсыздыққа Құдайдың қаһары осылай тиіпті. Қарап тұрсаң, мына қазіргі заманда да, сол бейшара қыздың абайсызда айтып қалған айып сөзін кешпеген жаратқан ие мына қазіргі заманда түйіні түгімен, кемені жүгімен жұтып жатқандарды қалай көрмейді, ғажап. Бірақ Құдай асықпайды. Бұл дүние болмаса, о дүние бар, зауал әйтеуір бір соғар. Бұл тек бір кем дүние емес, екі дүниеде де кешірілмес мол кем дүние. Бүкір дүние. Бірінші Петр патша солтүстіктің Балтық дейтін теңізінің бар қолтығына, батпақтың үстіне қала салдырды. Сол қала батпаққа батып өлген мыңдаған адамдардың сүйегінің үстіне салынды. Атын Санкт-Петербург деп қойды. Кейін ол ат лезде өзгеріп, Ленинград болып шыға келді. Опасыз дүние. 70 жылдан кейін Ленинград аты өшіп, бұрынғы есімі қайта оралды. Сталинград, Волгоград болды. Қаланың елді мекендердің әуелгі атын өзгерте берген жақсы емес.
Ақмола еді. Целиноград болды. Астана болды, әлдекімдер шошаңдап тағы да өзгертеміз деп жүр. Кешегі кеңес өкіметі тұсында жер-су аттары қопарыла өзгеріп, Андреевка, Алексеевка, тіп толып жатқан колонизаторлар атымен тоғытылды. Содан не береке шықты? Қайтадан Күреңбел, Қыстоған, Қошқар ата, Түктібай, Сұрым, Кәрі Қорған болып, баяғы қалпына келді. Бірақ әсіресе бір кезде Хрущев пен оның губернаторлары Соколов, Бородин, Демиденко дегендер, Целинный край деп өзгерткен солтүстік Қазақстан тарапы сол патша заманынан Хрущев дәуірінен қалған аттарға тұнып тұр. Киевка, Малиновка, Александровка. Киевка дегені Нұра өзені бойындағы елді мекен. Әйгілі ғалым, халқының ардагер азаматы Кәрім Мыңбаев туған жер. Киевканы қойып Кәрім Мыңбаев қояйық десең көнбейді. Баяғы отаршылдық қамшысы қарғыс таңбасындай басылып қалған байғұстар Киевка атынан айырылса, арам өлетіндей өзеурейді. Міне бұл бүкіл дүние. Бір тамшы жас. О, Сүйінбике! Алтын Орда хандарынан қалған тәбәріктей асыл жан. Сен жасыңда дәуірледің. Қазан халқының ханы болдың. Қазанды билеген әйел затынан шыққан тұңғыш хан. Сенің сорыңа орыс патша Иван Грозный замандас болар ма? Қазанды сол қиратты. Қазан қамалын зеңбіректен атқылап құлатып, сені тұтқынға алды. Сен Қазанмен қоштасарда көзіңде жалғыз тамшы жас тұрып қалды. Кейін тамаша суретші Бақи Орманшы, сенің суретіңді ағаштан ойып салғанда кірпіктеріңнің астынан сол бір тамшы жас ерекше көрініп тұрды. Сол тамшы жас болмаса, суретте жан болмас еді. Сол тамшы жас болмаса, бір кем дүние, шын кем дүние болар еді. Асату. Көне түрік сұлтандарының салты. Сарай ақынның өлеңдері ұнаса, аузы толғанша алтын тілі асатады. Ұнамаса, аузы толғанша жылқының тезегін асатады. Қазіргі ақын жазушыларға да осы әдісті қолданса, әдебиет шыңға шығар еді. Бірақ ералаш қой. Бір кем дүние. Дар мен даңқ. Өлтіру оңай. Тірілту қиын. Сталин дәуірінде небір марқасқалар атылды. Бас айыптаушы прокурор Вышинский. СССР жоғарғы сотының бастығы Ульрих атылды. Бухарин, Рыков, Ходжаев, Икрамов, Рысқұлов, Сейфулин, Майлин, Жансүгөров, Нұрмақов, Мағжан Жұмабаев тағы басқа аса ірі қайраткерлер. Сталин өлгеннен кейін солардың бәрін ақтады. Ақтағаны былай тұрсын, мақтады. Бірақ одан не пайда? Моральдық, адамгершілік жағынан пайда бар шығар. Бірақ зорлықпен өлтірілгендерді қайтып терілте алмайсың ғой. Бәлкем кінәсізден, кінәлі болғандардың жағдайы о дүниеде жақсы шығар. Бірақ жалған дүниеге қайтып оралмайды ғой. Міне бұл бірегей кем дүние. Мектептің тұғыртасы. Ұлттық кеңес жиналысында білім тұжырымдамасын талқылау. Президент резиденциясы. Мен. Байқоңыр қорлығы. Байқоңыр намысы деген ұғым туды. Унизительный и оскорбительный Байқоңыр. Байқоңырды өзіміз игере алмайды екенбіз, тетігін, техникасын білмейді екенбіз. Бұған біліміміз жетпейді екен. Ендеше, несіне кекірейміз? Ауыл мектебі. Бастауыш мектеп. Тұғыртасы мықты болса, үй құламайды. Бастауыш мектепте тұғыртас жоқ. Бар бәле содан. Бастауыш мектеп уыз. Уыз орнына көкшалап. Мұғалім қайыршы. Одан бедел бола ма? Қаржы жоқ дейді. Бюджет салықтан тұрады. Ал бюджетке мұнайдан мұнша, мыстан мұнша, хромнан, молибден, бокситтен мұнша түсет деген статья бар ма? Жоқ. Қазақстан қайыршы болатындай сорлы емес. Оны сондай болуға мәжбүр етті. Ұлы орлық дәуірі. Сөз бетті. Әбіш Кекілбаев қолдады. Байконурский синдром деді. 6 тамыз 1995 жыл. Бұл қандай кем дүние. Айуан артық. Бауыржан Момышұлының Кеңсайдағы ескерткіші тоналды. Күміспен қапталған шинелін шешіп әкетіпті. Мыс қымбат. Адам болудан қалды. Айуан артық. Ол зиратты тонамайды. Бір кем дүние. 21 тамыз 1995 жыл. Опасыз алтын. 100 жасаған теректі арқалап, балталап жатып алып кеткен.
томары қалып қойған. Кедей кемпір самаурынға деп күнде барып, томарды шетінен кеміре береді. Бір күні балтасы тасқа тигендей болды. Қазып қараса, шағын сандық екен. Ашып көріп еді, ішінен киізге ораған 6 кило алтын шығады. Милицияға хабарлайды. Өкімет кемпірге алтын құнның 25%-ін береді. Баласы ұрсады. Балам-ау, осығанда шүкірде. О баста өз иесіне опа қылмаған алтын ғой. Осығанда қанағат. Қанағат қарын тойғызар. Қанағатсыз жалғыз атын сойғызар. Саған қатын алып беруге осы да жетеді депті кемпір. Баласы дүрдегенін қоймапты. Бер кем дүние. Адал мен арамның таразысы. Мешітте айтылған уағыз. Бір кедей пенде жалғыз сиырын сауып, соның сүтін сатып динар ақша жинайды екен. Бір қалта динар жинаған әлгі кісі кемеге мініп, бір жағдаймен жолға шығады. Кемеде келе жатып ұйықтап кетеді. Сонда бір маймыл оның динар салған қалтасын ұрлап алып, кеме желкенінің ұшар басына шығып кетеді. Жолаушы оянып, ары-бері қараса, динар салған қалта жоқ. Ары іздейді, бері іздейді. Ақыры желкеннің ұшар басында отырған маймылды көреді. Қараса, маймыл бір динарды алып мұның қолына лақтырады. Келесі динарды алып теңізге лақтырады. Сөйте-сөйте қалтаны босатады. Мәнісі, әлгі міскен сиырын сауып, сүтін сатарда аздап су қосады екен. Иесіне лақтырған динар адалдан. Теңізге лақтырған динар арамнан. Яғни судың үлесі суға, сүттің үлесі иесіне. Әр заманда адал мен арамның арасын анықтап тұратын осындай таразы болса ғой, шіркін. Бірақ ондай құрал жоқ қой. Бер кем дүние. Қайда? Тұрар Рысқұлов 1938 жылы атылды деп жазылатын. Хабары Москва түбіндегі Бутово деген деревнядағы зиратта дейтұғын. Бірақ кейін іздеушілер сол Бутоводан таппады. Кейбір басылымдар Тұрардың өлген жылы 1943 деп жүр. Тұрар Рысқұлов туралы «Служение народу» атты қомақты кітап жазған москвалық профессор Ф. Устинов өте құпия құжаттар бар. Ол тек генсектің рұқсатымен ғана көрсетіледі. Бір сөз бар, Тұрар Рысқұлов солтүстік Қазақстанда өлген дейді дағы сыбырлап, аштан өлген 1943 жылы дейді. Ақырбайдың баласы аштан өлген. Тұрар миллиондарды сталиндік голощекиндік аштық ажалынан геноцид, арпалысы арашалаған Тұрар Рысқұлов ақыр соңында өзі аштан өлген. Әділет қайда, атасына нәлет. Тым болмаса моласы да жоқ. Шыңғыс ханның моласын осы уақытқа дейін толып жатқан зерттеушілер таба алмай келеді. Ал халықты аштық қырғыннан сақтап қалған Рысқұловтың моласын кем іздейді. Бер кем дүние. Талант сатылмайды. Бәрінде сатып алуға болады деді Ғабең бір жолы. Ақшаң болса қалтаңда. Талтаңдасаң талтаңда. Бәрінде атақты да, ар ұятты да, әйелдің махаббатында. Ал бірақ талантты сатып ала алмайсың. Ешқашанда талантты адам бермейді, Құдай береді. Біздің Союздың есігі айқара ашық, халтураға да, дарынсыз сүмелектерге де. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетет деген сол. Белдің бе? Мен әрине білемін. Бұл да бір кем дүние. Қазіргі жазушылар одағы біздің Мыңбұлақтың егіс даласындай, еккен арпа бидай арамшөптің, исек мияның, кекіренің арасынан көрінбейді. Қазақ көп пе, аз ба? Алыптардың біреуі Ғабит Мүсірепов айтты. Біз жиылсақ көппіз, жайылсақ жоқпыз деп. Біз мына кең далаға сыймай жүрген жоқпыз, сыйыспай жүрміз деп. Соңғы санақ бойынша 8 миллионның ар жақ бер жағы. Содан бері бәлкем 9 миллион болған шығармыз. Шетелдерде шамада 5 миллион бар дейік. Шығыстағы Айдаһар елі 2-5 миллиард. Батыс пен терістіктегі Аю елі 150 миллион. Тіпті әргеміздегі өзбектер 20 миллионнан артықпыз деп мақтанады. Ғасырлар бойы соғыс сойқан, ашаршылық, жоңғарлар, патшалар, Сталин, Голощекин, Хрущев. Қытай көптігінен бала тууды шектейді. Біз неменеге жетісіп шектейміз? Біздің ханымдар 1-2 баламен қақайып қалады. Үкімет көп баланы лайықтап қолдамайды. Тіпті халқы көптеген Ресейдің өзі көп балалыларды қошеметтеп көмектесіп жатыр. Аз халықтың маңдайында бақ тұрмайды деуші еді. Алла өзі жа болсын. Бер кем дүние. Шошқа текен.
Жылт еткен жақсылық хабар бар ма? Үлкен қаланың түнгі аспанындағы сирек жұлдыздардай жыламсырап әрең-әрең көрінеді. Сонда бұл дүние өзің 5-ақ күн қонақ болсаң, несі қызық? Қызық ету, сара, аса дарынды сирек адамдардың ғана қолынан келетін болар. Мысалы, мына Нұрғиса сияқты жарқылдап өтсең дүниеден. Бірақ ол қиыншылық көрмеп пе? Тағдыр қиыншылығының көкесін көрген шығар. Оған мойымаған қайғыны да мұңды да көріп біліп жүріп бүгілмеген адамнан анандай сұрапылда сұлу күйлер, әдемі әуендер төгілер. Олар Құдай сүйген құлдар. Таланттар раушан гүлі сияқты жан-жағына жұпар шашады, көңіл ашады. Текенай азабы өзіне. Талантсыз топастар шошқа текен сияқты. Гүлдемейді. Сүйкімсіз. Азабы өзгеге. Жамандық солардан. Мұндайлар біздің әдебиетте бар ғой. Бер кем дүние. Жалған дүние. Арқаның таңы ағарып атқанда, Құдайдан жақсылық тілеп жатқанда, қайран тілек керек етіп, қаһарлы сұп-суық хабар жетті. Сұм дүниеден жампоз Камал өтті. Қайран, Камал. Біз екеуміз бір-бірімізбен хат жазысып, бір-бірімізге ұдайы да жақсылық тілеуші едік. Елдің, қазақтың арманы мен аңсарын айтып, ол хаттар Егемен Қазақстан атты аға газетте жарияланып жатушы еді. Енді не болды? Заманың дидар мен кепиеті туралы сырларымды енді кеммен бөлісемін. Сен тым ақкөңіл, адал едің ғой, Камал. Қоғамда болып жатқан толайым кемшіліктерді мен ашына жазғанда, сол қоғамдағы зәредей жақсылықтарды тізбелеп, маған басу айтушы едің. Заманның, қоғамның алдағы күндерде жақсылыққа, ақ жарқын күндерге жететінін дәлелдеп, ұдайы да үміт отын жандандыратынсың. Екеуміз бір-бірімізге жазған осы хаттар кейін, елім, саған айтам, елбасы, сен де тыңда деген атпен кітап болып шығып, сол кітап халықаралық абыройлы сыйлыққа ие болып еді. Кім енді менімен сыр бөлісіп, армандар, тілектер айтысып, кім енді маған хат жазады? Әттең, дүние. Екеуміз жұп жазбай Ұлытауға барып қайтып жүретін заман-ай. Сен, Камал, осы заманның Баубек Бұлқышев ағаңдай батыры, әрі қара сөздің ақыны едің. Сонау өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бері жұп жазбай, жұп жазсақ та, көз жазбай, қатар келе жатқан бір жылдың төлдері едік. Жатқан жерің жәннат болсын. Аллаху тағала о дүние қызығын берсін, қанаттас, қаламдас асыл дос. Сенсіз дүние бір кем дүние. Түйені түбемен. Көне Мысырдың марқұмдар кітабында мынандай жазулар бар екен. Мен ағын суды бөгемедім. Мен ешкімді өлтірген жоқпын. Мен таразыдан жеген жоқпын. Мен әлсіздерді жәбірлемедім. Мен ешкімнің көз жасына қалмадым. Осы өлшеммен келгенде қазір бізде қалай? Аздың маңдайы тар. Жолда өзінен 3 есе үлкен тезекті домалатқан көң қоңызын әлдене басып кетіпті. Шымалдар соған жабылып жатыр. Шымал құмырсқаның ергежейлілері. Мыңы жиналып қоңыздың үлкендігіне жетпейді. Бірақ мыңы жиналып әлгі өлікте жылжытып барады. Қайда апарады? Әлде азық қыла ма? Әлде арулап көмгісі келе ме? Сәрі азық шығар. Қу тамақ. Ал әлгі қоңыздың өзі де қу құлқынның құрбаны болған. Дүниенің кепейтіне қарап тұрсаң, тіршіліктің бәрі осындай. Көпшілік аштықты аямайды. Тіпті жеңімпаз Құбылайдың өзін Қытайлар кезінде лек-лек түмен әскерімен түп-түгел жұтып жіберді. Жеңімпаздардың өзі қытайланып кетті. Сонда ақырғы жеңімпаз кім? Бұл қай сипатты дүние? Жайнамаз. Әкеміз Мұртаза марқұмның қызғылтым шырайлы, әдемі гүлдері жайнаған жап-жаңа жайнамазы бар еді. Алдымен мешіт бұзылды. Оның үйінде болып қалған кірпіштерінің үстінде байғыз дейтін құс сұңқылдап, зарлап отыратынды шығарды. Көп ұзамай Мұртаза рахметілік, халық жауы ретінде ұсталды. Бұл 1937 жылдың сәрі, желтоқсан айы еді. Іңкірді үйге тінту жасады. Мен ол кезде 5 жасар баламын. Бәрі есімде. Тенткенде бәлендей байлық табылған жоқ. Тек бір милиционер төрде илулы тұрған жайнамазды жазып көрді де, мынау шұлғау болуға жақсы екен. Аяғым тоңып жүреді деп Алланың аты жазылған жайнамазды бүктеп-бүктеп қойнына тыға салды. Арада 60 жыл өткенде жолым түсіп, Кереку қаласына барып, мешітіне кіріп, дұға оқығанда, Тәңірі жарылқағыр бас имам маған Қағбадағы мешіттің суреті салынған сұлу жайнамазды сыйлады.
Сонда баяғы милиционерге шұлғау болып, қорланған жайнамаз ғайыптан құс болып келіп, қолыма қонғандай ғажайып хал кештім. Мұны марқұм Мұртазаның әруағы сезді ме білмеймін. Бер кем дүние.